Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Айдана. Бүгін сіздерге пісіруді қажет етпейтін, өте тез дайындалатын, әрі өте дәмді болып шығатын тәттінің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің арнамда басқа да өте көптеген тәттілердің түрлері бар. Менің арнама өтіп, басқа да тәттілерімді көрсеңіздер болады. Міндетті түрде менің арнама тіркеле кетіңіздер. Ал енді біз тәттімізді жасауды бастаймыз. Ең алдымен бізге сгущенкамыз бен какао қажет болады. Оны үлкен ыдысқа салып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде какаомыз еруі қажет ішінде. Екеуі бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне екеуі бірікті. Енді үстіне сары майды ертіп құямыз. Сары майымыз міндетті түрде жоғары пайызды болуы қажет. Описанияға жазып өтетін боламын, қанша пайыз екенін. Енді бізге печенье қажет болады. Печенье өз еріктеріңізде, қандай печенье қолдансаңыздар да өз еріктеріңізде. Жақсылап ұсақтап аламыз. Сіздер оқтаудың көмегімен де ұсақтап алсаңыздар болады. Міне мен печеньем дайын, ұсақталды. Енді бұны бірден құйып жібермейміз. Бірнеше бөліктерге бөліп, қасықтың көмегімен жайлап отырып араластыратын боламыз. Екінші мәрте тағы да құямыз. Осылай 3-4 мәрте қайталап араластырып аламыз. Басында қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейіннен қолдың көмегіне жүгінетін боламыз, себебі араластыру қиынға соғады. Міне көріп тұрғандарыңыздай араластыру қиынға соғып жатыр. Енді осыны алып, қолымыздың көмегіне жүгінеміз. Өте жұмсақ болуы қажет. Көп уақытыңызды алмайды. Шамалы уақыт араластырсақ, осындай консистенция шығады. Домалақтасаңыздар да, 4 бұрышты қылсаңыздар да өз еріктеріңізде. Мен домалақ қылып жасадым. Енді бетіне сепкенге мен грецкий орехты майдалап алдым. Сөйтіп, жаңағы печеньеларымызды аунатып, осындай формаға енгіздім. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Әрі өте дәмді болып шығады. Балаларға міндетті түрде ұнайды. Өз фантазияларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Не дайын болды. Достар, менің каналымда осындай блинчиктің өте жұқа, көріп тұрғандарыңыздай тесіктері өте көп болып шығатын блинчиктің рецептісі бар. Міндетті түрде кіріп қараңыздар. Және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.